Баршаңызға сәлем. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай көк пияз қосылған қаттама дайындайтын боламыз. Ал ендеше іске сәт. Ең алдымен пиязымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Сосын осылай ұсақтап тураймыз. Турап болғаннан соң тұзды саламыз. Енді тұзымыз бен пиязымызды осылай қолымызбен мыжғылап араластырамыз. Жылы суға тұз салып араластырамыз. Ыдысқа ұнды саламыз. Енді ұнға жаңағы жылы суымызды аз-аздан қосып, қасықпен араластыратын боламыз. Қасықпен араластырып болған соң осылай қолмен илейміз. Сұйық майымызды құйып, тағы да қолымызбен илейміз. Мінекей бізде осындай қамыр шықты. Енді осыны 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Уақыт өткеннен соң қамырымызды алып, осылай қолмен илейміз. Қолымызбен илеп, осылай сопақтау етіп, 4 бөлікке бөлеміз. Енді осы қамырларымызды зуалай етіп қоямыз. Бір зуаламызды алып, дөңгелек етіп, жұқалап жаямыз. Қамырды осылай дөңгелектеп, тегістеп жайып болғаннан соң, ерген сары майды құямыз. Енді осылайынан қолымызбен жағып шығамыз. Сары майды қамырымыздың барлық шетіне жағып болғаннан соң, жаңағы дайындап қойған көк пиязымызды саламыз. Пиязды да осылайынан қамырға жағып шығамыз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп, бір шетінен осылай бүктейміз. Бүктелген жеріне сары майды құйып, тағы да жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң, осылай тағы да көк пиязымызды саламыз. Тура осылай қамырдың 4 бөлігін де жасап шығамыз.
Ең соңында қамырымыз осылай шаршы тәріздес болып шығады. Дайын болған қамырымызды осылай қолымызбен басып кішкене жайып жібереміз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майын құямыз. Қамырымызды осылай бір шетімен салып, жақсылап екі бетімен де қуырып аламыз. Қамырымыздың бір беті осылай қызырғанда екінші бетіне аударып қоямыз. Мінекей екі бетінде осылай қызартып қуырып пісіріп алдық. Мінекей біздің қаттамаларымыз да дайын болды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған берекелі дастархан арнасы.